Тағылымы Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тәуелсіздік тағылымы атты мақаласы. Оқиғалар. Тәуелсіздік тағылымы. Көп ұзамай ең қасиетті құндылығымыз ел тәуелсіздігінің торқалы тойын атап өтеміз. Осыдан 30 жыл бұрын біз саналы түрде өз дүниетанымымыз бен болмысымыздың негізі ретінде бостандық пен азаматтыққа таңдау жасадық. Бүгінге дейінгі бұл мерзім адамзат тарихы үшін қас қағым ғана сәт болғанымен, орда бұзар жасқа енді толған тәуелсіз Қазақстан үшін ол үлкен белес, асқарлы асу. Мұндайға тек рухы күшті, бірлігі бекем жұрт қана қол жеткізе алады. Арғыда сақ, ғұн бабаларымыз, беріде қаһарман түрік аталарымыз аласапыран замандардағы ала құйын дауылдарға төтеп беріп, ұлы дала ұлыс құрды. Талай жұрт алапат соғыстармен арпалысқан айқастарда үдере көшіп, бордай тозып, тастай үгіліп, құмдай шайлып кеткен замандарда қазақтар түрік жұртының ата қонысын, дара қара шаңырағын сақтап қалды. Дана бабаларымыз өзін ғана емес, адал ғұрпын, дархан көңілін, таза тілін, әсем әнімен қоңыр күйін, мәйекті мәдениеті мен бай әдебиетін қоса сақтап, ұрпағына аманаттай білді. Тамырында, тарихында, күш қуатында ұлы даладан алатын көптеген этнос өкілдері татулық пен келісімде, береке бірлікте бірге өмір сүріп жатқан дәл осындай елдің ұлы мен қызы болу әр қазақстандықтың маңдайына жазылған шексіз бақыт. Адамзат тарихындағы ең айтулы оқиғаларға толы ғасыр тоғысында елімізді басқару маған үлкен сеніммен қатар зор жауапкершілік жүктеді. Мен өзім басшылық еткен 30 жылға жуық уақыт бойына туған халқымның сенімін ақтау үшін бар күш-жігерімді аянбай жұмсадым. Ерлік пен елдікті ту еткен, жасампаздықты жалау еткен халқымыздың дербес мемлекет құрғанының 30 жылдық торқалы тойы қарсаңында тәуелсіздіктен тағылым алу үшін бүгін туған халқыммен ой бөлісуді жөн көрдім. Тәуелсіздіктің мән мағынасы туралы түрлі ғылым өкілдері өзінше тұжырым жасайтыны анық. Бірақ бір нәрсе ақиқат, ол ата-бабаларымыздың азаттық жолындағы жан алысып, жан беріскен сан ғасырлық күресінің заңды жалғасы, халықаралық құжаттармен бекітіліп мәңгілікке берілген сыйы. Тәуелсіздікке барар қиын жолдардағы сансыз көп шайқастар мен көтерілістерде қаншама қаһарман бабаларымыз шейіт болды. Осыларды еске алу, құрметтеу біздің парызымыз. Сондықтан біз жаңа заманда қан төгіске жол бермей, қасиетті киеміз тәуелсіздікке сабыр мен төзімділік, ақыл мен парасат арқылы қол жеткіздік. Мен миллиондаған адамды қанға бөктіріп, қисапсыз мол қиындықтардан тұратын 20 ғасырдың ортасында дүниеге келдім. Бірінші дүниежүзілік соғысқа қазақтар қатыспаса да, патшаның 1916 жылғы маусым жарлығымен тыл жұмысы үшін әскерге шақырылды. Отаршыл өкіметтің өктемдігі мен зұлымдығы халықты ашындырып, төзімін тауысты. Сол кездегі Жетісу өлкесінің Қарқара, Қастек, Самсы өңірінде болған ұлт азаттық көтерілістерге менің ата-бабаларым да қатысты. Бұдан кейінгі қазақ даласын қанға бөктірген азамат соғысы да халқымызға қисапсыз мол қасірет әкелді. Ашаршылықтың екі бірдей толқыны 1921-22 жыл мен 1930-32 жылдардағы сұрқия саясат салдарынан ордаған зұлмат кезінде қазақтың тең жартысы қырылды. Ел есін енді жинай бастаған 30 жылдар соңында Сталиндік қанды репрессия ұлтымыздың сүт бетіне шығар қаймақтарын жалмап кетті. Сонымен бірге қатардағы қарапайым азаматтар да қанды қасаптан аман қалмады.